Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қарапайым фарш салынған тәтті бұрыш, фаршированный перчик дайындаймыз. Ең алдымен жарты шыны күрішті жуып, жартылай пісіріп аламыз. Күрішіміз піскенше тәтті бұрышымызды тазалап, жуып дайындап қоямыз. Екі орташа пиязды алып, майдалап, кесіп аламыз. Менде 500 грамм тартылған сиыр еті, оған кесілген жаңағы майдалап пиязымызды, жартылай піскен күрішімізді, тұз бұрышымызды дәміне қарай қосып, жақсылап араластырамыз. Ал енді тәтті бұрыштарымызды осылай салмасын салып толтырамыз. Қазанға аз мөлшерде май құйып, ұзыншақтап туралған пиязды қуырамыз. Корея күшінен өткізілген сәбізді пияздан кейін қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін бір қасық томат қосып, тағы да қуырамыз. Суын құйып, қайнағанша күтеміз. Дәміне қарай тұзын салып аласыздар. Тәтті бұрыштарымызды видеодағыдай салып шығасыздар. Қайнаған соң астын басып, баяу отта 40 минут пісіріп аласыздар. Тартылған еттен жасаған тәтті бұрышымыз дайын болды. Менімен бірге әзірлеңіздер.